Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен мен Зуфар Азизов. Бүгінгі видеода сіздермен біз Алматы қаласындамыз. Республикалық спорт колледжінде бүгін 13 желтоқсан күні Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы Гержонды еске алуға арналған Қазақстан Республикасының жеңіл атлетикадан ашық біріншілігі басталуда. Видеомызды бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.
Ядра награждается Варвара Скокова. За второе место Мария Ющева. И за первое место Екатерина Вирмамедова. Среди девочек толкания игра 2000. За третье место награждается Сульян Зеленцова, Алматинская область. За второе место Сивич Ергешева, Туркестанская область. И за первое место Арайлым Норазбек, Якутская область.